Әсел Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға ақсеркеден, яғни семгадан дайындалатын ерекше дәмді тағамды ұсынамын. Бұл тағамның ерекшелігі балық керемет жұмсақ, ал беті болса қытырлақ болып пісіп шығады. Дайындалу барысына келетін болсақ, ең бірінші қадам балық таңдаудан басталады. Яғни бұл рецепт үшін міндетті түрде балықтың филесі және бұл филе сүйексіз болуы шарт. Таңдап алған филеңізді бірінші пісіріп алып, судан кейін бөлсеңіз болады, немесе алдын ала бөліп, пісіріп, солай ұсынсаңыз болады. Яғни видеода мен сізге екі түрін көрсететін боламын. Өздеріңіз бақылап отырғандай өте жеңіл дайындалады, яғни балықты тұздаймыз, бұрыштаймыз және де пеште пісіруге арналған ыдысқа орналастырамыз. Екінші филені мен дәл ортасына кестім, яғни дастарханға ұсынатын кезде жеңіл болу үшін. Видеода көрсетілгендей балықты жайғастырасыздар, ортасынан кесілгеннен кейін жатқызып. Және де алдындағы процесті қайталаймыз, тұздаймыз, бұрыштаймыз. Келесі қадам соус. Мен қою қаймақты қолдандым. Қою қаймақ балықты керемет жұмсартады. Видеода көрсетілгендей балыққа қаймақты бірыңғай қылып жағып шығасыз. Процестің соңғы әрі маңызды бөлігіне жеттік. Яғни балыққа ерекше қытырлақ дәмін беретін ингредиенттер туралы айтып өтейін. Бұл алдын ала дайындалған сухари мен жержаңғақ. Яғни сухариді де жержаңғақты да алдын ала үгітіп аласыз және екеуін араластырып балықтың қаймақтан кейінгі қабатына орналастырасыз. Осындай қарапайым ингредиенттермен сіз балықты ерекше бір тағам ретінде ұсына аласыз. Шыны керек, мен бұл тағамды ешбір жерде жеп көрген жоқпын. Америкада бұл тағамды мен жиі дайындайтынмын қонақтарыма және де әрдайым қонақтарым бұл балықтың рецептін сұрайтын. Рецептті бөліскен кезде процесінің осыншама жеңіл екені және қарапайым ингредиенттерін қолданғанына сенбейтін. Сол себептен сіздерде де міндетті түрде осы рецептті дайындап көріңіздер және пікірлеріңізбен осы жерде комментарийда бөлісіңіздер. Процесті бітіргеннен кейін алдын ала 180 дәрежеге дейін қыздырылған пеште балықты 20-25 минутқа дейін пісіреміз. Та-дам! Ерекше дәмді ақсерке дайын. Процеске небәрі бірнеше минут қана жұмсады. Қорытындысында өте жұмсақ, беті қытырлақ балыққа қол жеткіздік. Әр сенбі жаңа рецепті өткізіп алмау үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Кездескенше күн жақсы болғай.